Тәуелсіздік. Иә, бұл кеудеңді көтере мақтан айтатын қасиетті ұғым. Жай ғана ұғым емес, аса қадірлі ұғым. Тәуелсіздік дегенде әр адамның бойында мақтаныш сезімі кернейді. Тәуелсіздік жолында қазақтың талай ұлтжанды азаматтары қыршынынан қиылды. Жазықсыз өмірден ерте озды. Олар халқына қуаныш сыйлады, бірақ сол қуаныштың дәмін өздері тата алмады. 1917 жыл. Күллі адамзат тарихында бұрын соңды болмаған қанды құйлы бірінші дүниежүзілік соғыс әлемді астан-кестен етті. Империялар құлап, дүние қабыл сәт орын алған шақ болатын. Сол шақта қазақтың маңдайына біткен әзиз азаматтары алаш автономиясын құрды. Қазақ халқының тәуелсіздігін бір табан жақындатқан болатын. Алаш автономиясы дүниеге келіп, азан шақырылып, ат қойылды. Алаштың баласының басына ақ орда тігіліп, алаш туы көтерілді. Үлкен ауылдарға қонысы қонып шашылып жүрген қырғыз қазақ жұрты өз алдына ауыл болды. Осы бір шақ, осы бір кезең, бабаларымыз аңсаған атадан балаға мұрадай, ағадан ініге аманаттай тапсырылған тәуелсіз болу арманына жарты қадам қалып еді. Алайда сол жарты қадамды басып өту үшін 70 жылдай уақыт жабыла жапырса да мұқалмайтын жігер керек болды. Тәуелсіздік үшін күрескен батырлар қазақ елін лаулаған оттан да, тар қапастан да алып шыққан азаматтар. Қазақ елін арқасына байлап, шың көрмелеп, елді сол шыңға жеткізіп, өздері құздан құлаған хас батырлар. Олардың бізге салып берген сара жолы бүгінде бізге дара жол болды. 1986 жыл. Желтоқсан айы. Қазақтың ұлттық ұстаны, елдің ерігі болатын азаматтарынан айырылған Қызыл империя енді сол құрықты елдің өзіне салуға ниет қылды. Тәуелсіздік батырлары азаттық жолында құрбан болды. Болашақ ұрпақ біздей күңгірт әлемде емес, күннің көзін көріп өссін, еркін болсын деп армандап қана қоймай, осыны мақсат тұтты. Қандай қиыл заман болса да, қазақ болып қала бермек. Елімізге деген асқан сүйіспеншілік біздің қанымызда бар дүние. Бүкіл әлем алдында құдіретті күшті Қызыл империяның қаһарынан қаймықпай, оның озбырлы үстемдік саясатына қасқайып қарсы тұрған қазақ жастарының 1986 жылы желтоқсан көтерілісіндегі жанкешті ерліктері қай елге де, қай мемлекетке де болмасын тағылымды да ғибратты үлгі өнеге. Әйгілі желтоқсан көтерілісінде ел болып Қайрат, Ләззат, Сәбирадай боздақтар қыршынынан қиылса, жүздеген жастар темір тордың ащы дәмін татып, мыңдаған азаматтар жазықсыз қудаланып, білім ордаларынан шығарылып, қызметтерінен қуылды. Жаратқан иеміздің құдіреті күшті де шығар. Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандаған тәуелсіздікке қол жеткіздік. Желтоқсан батырлар түгел жуық ақталды. Өзекті өртеген өкініштісі Ербол, Ләззат, Қайрат, Сәбирадай қыршын жастар тәуелсіздіктің таңын арайлап атқанын көре алмай кетті. 1991 жыл. Бір ғасырға жуық уақыт әлемді тебіренткен кеңестік социалистік республикалар одағы атанған империя ыдырап, қайтадан алағай да бұлағай шақ туды. Осы сәтте қазақ халқы тағы да тәу етер тәуелсіздікке ұмтылыс жасады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. Керей мен Жәнібек сұлтандар дербестікке ұмтылған сол шақтан басталған ұлы көш 500 жылдан астам уақыт ішінде өз дербестігін мәжесіне жетті. Тәуелсіздік тұғырына азат елдің алдаспан байрағы тігілді. Азат қазақ тұңғыш рет өз президентін сайлады. Алматыда арқаның төсіне Астанаға ауыстырды. Ол да желтоқсан айы болатын. Желтоқсан айы қазақ үшін қастерлі, кең пейілді киелі ай. Қазақ халқы үшін тағдырын шешкен ай. Қазақтың ұлты ретінде маңдайына жазылған жазмышының барлық бастауы жылдың осы бір ақырғы айында тұрғандай. Еліміздің тәуелсіздік бесігінде тербегелі 30 жыл. 30 жыл ішінде Қазақстан етек жеңін жинап, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес айырлы мемлекет болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі.